Сәлеметсіздер ме? Мен сәнгер тігін үйірмесінің мүшесі 11-ші D сынып оқушысы Оразғали Камила. Мен бүгін сіздерге кәдесыйлық тұмар бұйымын жасауды көрсетемін. Сізге ол үшін қажет болатын заттар: губка, картон бөлшектері, жасанды мех, мақпал матасы, кожа, алдын ала қиып алған ою, тастар және ыстық желім. Алдымен картоннан екі бөлшек қиып аламыз. Ескеру керек жайт, біреуі екіншісінен кішкентай болу керек. Содан кейін осы бөлшектерге сәйкес матадан қиып аламыз. Және де қиған кезде 2-3 см шетінен тастап қию керек болады. Бөлшектеп қиған себебіміз жабыстырған кезде ыңғайлы болады. Енді осы мата мен картонымызды жабыстырамыз. Ол үшін бізге ыстық желім қажет болады. Бөлшегімізді қойып, ыстық желім арқылы матаға жабыстырамыз. Біз матамыз бен бөлшекті жабыстырып болды. Ілгішін жабыстырамыз. Ендігі кезекте айналдыра мехті жабыстырып шығамыз. Мінекей біздің артқы бөлшегіміз дайын болды. Енді біз алдыңғы бөлшегін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге губка қажет болады. Алдымен губкамен картонымызды жабыстырып аламыз. Жабысқаннан кейін қиып алған матамызды алып, осы бөлшекке жабыстырамыз. Губка бетін матаға қоямыз. Губканы мықтап басамыз да желім арқылы матаны жабыстырамыз. Жалпы алдыңғы бөлшекке созылмалы мақпал матасын алған дұрыс. Сонда губкамыз жақсырақ жататын болады. Біздің алдыңғы бөлшегіміз дайын болды. Енді оны желім арқылы артқы бөлшекке жабыстырамыз. Мінекей біздің бөлшегіміз дайын болды. Кожаны алып, дайын ою үлгісі арқылы бастырып аламыз. Содан кейін бастырылған оюды қиып аламыз. Қиып алған оюмызды бөлшектің дәл ортасына қойып шығып, оны желіммен жабыстырамыз. Ендігі кезекте filtр тастармен өзіңдеп шығатын.
Мінекей біздің кәдесый тұмар бұйымымыз дайын болды. Сіздер оны өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі пішінде жасасаңыз болады. Іске сәт, сау болыңыздар.